Сәлем достар, бүгін сіздермен шабдалының пайдасы жайлы айтамыз. Парақшаға тіркеліп лайк басыңыздар. Шабдалы орталық және солтүстік Қытайда өсетін ағашты өсімдіктердің тұқымы. Оның жабайы табиғатта кездестіруге де болады. Шабдалы темір, кальций, натрий, фтор, фолацин, ниацин, фосфор, мыс, марганец, селен, мырыш, магний және С, Б, К, ППЕ, каротин дәрумендеріне бай. Шабдалының пайдасы қан айналым жүйесінің жұмыс істеуін қолдайды. Сонымен қатар калий жүрек бұлшық етінің жұмыспен реттеп, қалыпты және тұрақты жүрек соғу жылдамдығын сақтау үшін қажет. Е дәруменінде де әсері бар. Ол қан тамырларында қан ұйғыштарының пайда болуына жол бермейді. Шабдалыда темірдің болуы анемиямен ауыратын адамдар үшін пайдалы, сондай-ақ қандағы эритроциттердің көбеюіне көмектеседі. Жүрек қимыл жүйесінің жұмысын жақсарту, жалпы сүйекті нығайтатын әсері бар. Фосфор мен кальцийдің жоғары мөлшері буындар мен сүйектердің проблемалары үшін тұтынуға болады. Ас қорыту процестерін жақсартады, сондай-ақ жемістің түктері мен ішкі талшықтары оның қабығы ас қорыту процесін жақсартып, бұл қоректік заттарды тамақпен тез және толық сіңуіне әкеледі. Шабдалы сондай-ақ иммундық жүйесіне әлсіреген адамдарға тәбетті жақсарту үшін іш қатуды, асқазан қыжылын, бауыр мен бүйрек ауруларының төмендеуін алдын алу үшін қажет. Шабдалы жасқа қарамастан әжімдерді тегістеп, сау теріні сақтаудың маңызды факторларының бірі болып табылады. Ерлердің денсаулығын нығайтады. Мәселе мұнда. Бұл жемісте мырыш бар. Оның жеткілікті мөлшері организмде ер күшінің қалпына келтіреді. Гормоналды деңгейде қалыпқа келтіріп, простатаның алдын алады. Иммундық жүйені нығайтады. Шабдалыны жеу вирустық және суық тиюдің алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар патогендік микробтарды бейтараптандырады. Өйткені жемістерде А, Б және С дәрумендері өте көп. Жүкті әйелдің жағдайын жақсартады. Күніне осы жемістің 2-3 данасын жемісін қабылдаса, токсикоз бен жүрек айну белгілерін азайтуға көмектеседі. Ағзаны тазартады. Шабдалы жемістері күшті тазартатын әсерге ие. Денеден артық сұйықтық пен зиянды заттарды шығарады. Да жиналған құмды кетіреді. Мидың жұмысын жақсартады. Шабдалы құрамындағы калий мен фосфор мидың жұмысын жақсартуға, есте сақтау қабілетін жақсартуға көмектеседі. Каротиннің арқасында көру өткірлігі жақсарады. Жеуге болмайды. Аллергияға бейім адамдарға, қант диабетімен ауыратындарға, тез семіруге бейім адамдарға, асқазан қышқылы жоғары адамдарға. Сіздермен ақпарат бөліскен адам ән тағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.